Қазір әлеуметтік желіде отырып, төтенше жағдайға байланысты жұмыссыз қалғандар аш отыр. Аш адамдар бүгін ертең тонауға шығады, қиын болады деп, жамандық тіленіп, сәуегейленіп отырған саясаттанушы сымақтар төбе көрсетіп жүр. Байқаған шығарсыз. Айтайық, ондай сценарий біздің елде болмайды. Жаман күнді болдырмас үшін қазір билік бар, ерікті азаматтар бар, жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік апарып, көмектесіп жатыр. Әлсіздерді қолдап демеп жатыр біздің қоғам. Осы күнге дейін 40 мың жанұя ең керектермен қамтылып үлгерді. Адам басына қиын қыстау заман туған кезде адамдардың бір-біріне жанашырлығы мен қолдауы өте қатты жоғары болады. Аузыңа әкеп ағымайды салмаса да, өкімет өзегіңді талдырмайды деп келетін ақын Мұхамеджанның өлеңі болушы еді ғой. Рас, өкімет қиын кезде әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға болысып жатыр. Міне, қаладағы мынау бекеттен күн сайын 100 отбасыға азық-түлік жөнелтіледі. Мемлекеттің мұндай сәлемдемесін алғанда балалардың қуанған көрсеңіз шіркін. Кешегі мынау президенттің мәлімдемесін ести сала, бүгін міне өте қуаныштымыз. Бүгін келіп жатыр.